Ассаламу алейкум. Бүгін бір саны жазылған вупипай тортын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: Қазақстан шоколад болмаса, басқа қара шоколад қолдануға болады. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Себебі менде миксерімнің мощності аз, сол себепті жұмыртқаның ағы мен шекерді бөлек миксерлеймін. Енді құрғақ массаларымызды дайындап аламыз. Ұнды, какаоны, разрыхителді електен өткізіп дайындап аламыз. Келесі бізде ақ май мен шоколад. Ақ майдың үстіне шоколадтарды сындырып салып, микроволновкада бір массаға келгенше ертіп аламыз. Енді жұмыртқаның ағы мен шекерімізді жақсылап ақ көбікке айналғанша миксерлейміз. Міне, бұл массаға енді жұмыртқаның сарысын салып миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамызға енді шоколадтарымызды бөліп құйып миксерлейміз. Міне, шоколадтың бәрін құйдық, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді бұл массаға құрғақ массаларды саламыз. Барлығын салып, венчикпен кішкене қозғап аламыз. Миксерлегенде ұндарымыз шашырамайды. Міне, миксерлейміз. Қою, тегіс массаға айналғанша жақсылап миксерлейміз. Вупипай пісіретін массамыз дайын болайын деді. Міне, массамыз дайын. Енді листімізге А4 қағаздан қиып алған бірімізді қоямыз. Листке салып, бетіне пергамент қағазын жауып, жаңағы массамызды кондитерлік пакетке болмаса басқа пакетке салып, бірдің үстінен осылай шеттерін бірінші сызып шығамыз. Асықпай әдемілеп сызып шығамыз. Шет-шетіне шығып кетсе, одан қорқудың қажеті жоқ. Піскеннен кейін кесіп алып тастауға болады артық жерлерін. Міне, жан-жағын қоршап алдық. Енді ішін толтырамыз. Ішін толтырып, тегістеп 180 градуста печке 10-12 минутқа пісіріп аламыз. Астындағы бір санын алып тастаймыз. Осы дайындаған массамыздан 3 сан шықты. Әр санға 200 грамм қамыр кетті. Қалған массадан осындай домалақ печеньелер жасап пісіріп аламыз. Торттың бетін әрлеуге керек болады. Енді осыларды печке пісіріп аламыз. Ыстықтай коржымыздың бетіне қиылған бір санын қойып, шет жақтарын осылай тегістеп кесіп шығамыз. Шет жақтарын бәрін тегістеп аламыз. Міне, бір саны дайын. Енді кремімізді дайындаймыз. Бізге крем дайындау үшін сахарный пудра, құрғақ сливки және сүт қажет болады. Сүтімізді құйып, құрғақ сливкиларды саламыз. 3-5 минут миксерлейміз. Қою әдемі крем шығады, формасын ұстайтын. Міне, қоюланды. Енді оған сахарный пудрамызды електен өткізіп саламыз.
қант ұнтағын. Електен өткізген себебім кейде қант ұнтақтары осындай түйір болып шығады. Сол себепті електен өткіздім. Қант ұнтағын түйірлері болмаса, креміміз тегіс әдемі болып шығады. Енді барлық массаны осылай миксерлеп аламыз. Креміміз дайын. Енді бұл кремдерді кондитерлік мешокқа, пакетке салып, торттарымыздың арасына жаға бастаймыз. Бастап кезде қиындау болады вупи пайдың шетіндегі домалақтарды шығару. Кейін қолымыз үйреніп кетеді. Міне бірінші коржымыздың кремдерін жағып дайындап алдық. Енді екінші коржды қойып дайындаймыз крем жағуға. Кремдерімізді жағып шығамыз арасына, бетіне. Ортасын толтырып креммен тегістеуге оңай болады. Міне енді тегістеп шығамыз. Лопатамен болмаса қасықпен. Енді үшінші коржымызды қоямыз бетіне соңғы. Бұның да бетін креммен әрлеп, жан-жақтарын, ортасын кремге толтырып шығамыз. Мен жаңағы шетінен қалған майда корждарды майдалап, ең бетіне торттың сеуіп шықтым. Міне майда корждарды септім. Енді жаңағы печеньелеріміздің ортасына кремдерді жағып, бір-біріне осылай қосып дайындап шығамыз. Менде 8 печенье шықты. Бір-біріне қосқанда 8 печенье. Енді бұларды холодильникке 2 сағатқа қойып, кремін қатырып аламыз. Тортты да, печеньені де саламыз 2 сағатқа. Міне 2 сағаттан соң алдым, қатайды. Печеньелерді ортасынан, жартысынан бөлдім. Сосын осылай әрлеп шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жеміс-жидекпен, шоколадтарымен, альбени печеньелермен, вафлимен әрлеуге болады. Міне вупи пай бір саны жазылған тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Вупи пай сан тортымызды түнде холодильникке қалдырдым. Только таңертең кестім. Міне формасын ұстап тұратын креммен өте дәмді, әдемі вупи пай сан торты шықты. Астарыңыз дәмді болсын.